Олар түнде аңға шығады. Олардың жүрегі соқпайды, бірақ олардың есімі ғасырлар бойы ұмытылған емес. Олар біздің ең терең үрейіміз бен ең жасырын қиялдарымыздың көрінісі. Вампирлер. Сәлем киносүйер қауым, сіздермен киношоу кезі. Кино тарихында бұл мақұлықтардың бейнесі сан рет өзгерді. Бірде олар замок ішінде тығылып жатқан оба тарататын қобыжықтар, бірде былғары плащ киіп қолына қару алған жауынгерлер, ал кейде мәңгілік өмірдің тауқыметін тартқан философиялық тұлғалар. Бірақ олардың ішінде шын мәнінде культтік статусына ие болған кино өнерінің бағытын өзгерткен туындылар саусақпен санарлық. Бүгін біз сіздермен бірге вампирлер әлеміне терең бойлаймыз. Біз жай ғана тізім жасамаймыз, біз әр фильмнің тарихына, жасалу құпияларына және неге олардың әлі күнге дейін бізді тамсандыратынына тоқталамыз. Классикалық готикадан бастап заманауи блокбастерлерге дейін және тізімнің соңында менің де, сіздердің де ең сүйікті фильміміз бірінші орында нағыз шедевр күтіп тұр. Дайын болсаңыздар, киношоу кезі ұсынады вампирлер туралы ең мықты 10 фильм. Вампирлер туралы ең үздік туындыларды сөз еткенде, біз тізімді міндетті түрде Блейд фильмінен бастауымыз керек. Бұл жай ғана қорқынышты кино немесе боевик емес, бұл кино-комикс тарихын өзгерткен фильм. 1998 жылы Marvel компаниясы банкроттықтың алдында тұрғанда және суперқаһармандық жанры Бэтмен мен Робиннен кейін өліп бара жатқанда, экранға қара киінген, қолына қылыш алған күндізгі кезбе шықты. Блейд Marvel комикстерінің кейіпкері болғанымен, режиссер Стивен Норрингтон мен сценарист Дэвид Гойер оны классикалық суперқаһарман ретінде көрсетпеуге тырысты. Олар қанды, қатал және ересектерге арналған әлемді құрды. Бұл фильм вампирлерді ескі замоктардан шығарып, оларды қазіргі заманның корпорацияларына, жасырын түнгі клубтарына және үкіметтегі ықпалды орындарға орналастырды. Мұнда вампиризм сиқыр емес, бұл генетикалық мутация немесе вирус ретінде сипатталады. Уэсли Снайпс сомдаған Эрик Брукс, яғни Блейд, кино тарихындағы ең харизматикалық анти-қаһармандардың бірі. Оның бүкіл өмірі ішкі және сыртқы соғыс. Оның анасы жүкті кезінде вампирдің шабуылына ұшырап, баласы жартылай адам, жартылай мақұлық болып туылды. Блейдтің бойында вампирдің барлық күші бар, жоғары жылдамдық, ерекше сезімталдық және регенерация. Бірақ ол күн сәулесінен қорықпайды, сондықтан оны вампирлер күндізгі кезбе деп атайды. Бұл кейіпкердің ең басты мағынасы оның қанға деген шөлі. Ол өзінің хайуандық табиғатын жек көреді. Ол күн сайын арнайы сары суды егу арқылы өзін адам қалпында ұстауға тырысады. Бұл нашақорлықпен күрестің метафорасы сияқты. Ол өзінің тегінен бас тартып өз түрін жоюды мақсат етеді. Оның тәлімгері Абрахам Уистлер Блейдтің бойындағы соңғы адамдық қасиетті ұстап тұрған жалғыз адам. Фильмнің алғашқы 10 минуты бұл нағыз шедевр. Қарапайым адамды алдап, ет комбинатының астында орналасқан жасырын клубқа алып келеді. Төбеден су емес, қан шашылғанда және Блейдтің пайда болуы көрерменге бұл фильмнің қаншалықты қатал болатынын бірден түсіндіреді. Мұндағы төбелес сахналарында Уэсли Снайпс өзінің нағыз шеберлігін көрсетті. Ол шынайы өмірде карате және хапкидо шебері. Әрбір қозғалыс, әрбір қылыш соққысы эстетикалық тұрғыдан өте жоғары деңгейде орындалған. Фильмнің тағы бір маңызды тұсы Дикон Фрост бейнесі. Ол жаңа толқын вампирлерінің көшбасшысы. Егер ескі ақсүйек вампирлер адамдармен тыныш келісімде өмір сүргісі келсе, Фрост адамзатты тек азық ретінде көреді және әлемді толық жаулап алғысы келеді. Бұл жерде ескі дәстүр мен жаңа агрессияның қақтығысы жақсы көрсетілген. Неге бұл фильм үздіктер тізімінде? Атмосфера, 90-шы жылдардың қараңғы готикасы мен сол уақыттың стилінің керемет үйлесімі. Ықпалы, егер Блейд сәтті шықпағанда, біз бүгінгі кек алушыларды немесе өрмекші адамды көрмеуіміз мүмкін еді. Техникалық тұрғыдан вампирлердің күн сәулесінен күлге айналу эффектісі 1998 жыл үшін өте жоғары сапалы болды. Қорытындылай келе, Блейд бұл вампирлерді модаға қайта алып келген туынды. Ол қорқынышты, ол стильді және ол мағыналы. Бұл өз ішіндегі құбыжықпен күресе отырып, әлемді құтқару туралы хикая.
Тізіміміздің 9-шы сатысында 2000 жылдардың басында вампирлер туралы мифологияны жаңа деңгейге көтерген стиль мен экшеннің эталонына айналған туынды «Басқа әлем». Егер Блейд вампирлерді көшеге шығарса, басқа әлем олардың тарихын тереңдетіп, ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан кландар арасындағы соғысты көрсетті. Бұл фильмнің басты ерекшелігі оның лорында. Режиссер Лейн Уайзман бізге жай ғана вампирлерді емес, екі ежелгі нәсілдің вампирлер мен ликандардың, яғни қасқыр адамдардың арасындағы бітпейтін соғысты таныстырды. Бұл тек кім күшті деген сайыс емес, бұл саясат, сатқындық және қанды кекке негізделген тарих. Вампирлер мұнда жоғары технологиялы, ақсүйек, бай және тәртіпке бағынған қауым. Олар өлім хабаршылары деп аталатын арнайы жасақ құрып, ғасырлар бойы қасқыр адамдарды аулап келеді. Ал ликандар жабайы, ашулы, бірақ өте ұйымшыл қарсыластар. Фильмнің басында біз вампирлер жеңіп жатыр деп ойлаймыз, бірақ сюжет дамыған сайын бәрі біз ойлағаннан әлдеқайда күрделі екені ашылады. Кейт Бекинсейл сомдаған Селин образы бұл кино әлемдегі ең танымал вампир бейнелерінің бірі. Ол жай ғана сұлу әйел емес, ол кәсіби қатал жауынгер. Оның бүкіл өмірі ликандарды жоюға арналған. Өйткені ол қасқыр адамдар оның отбасын өлтірді деп сенеді. Бірақ Селиннің трагедиясы оның сеніміне күмән ұялағанда басталады. Ол адам баласы Майклды кездестіріп, оның екі нәсілді де біріктіретін бірге генетикалық кодтың иесі екенін білгенде, Селин өз кланның заңдарына қарсы шығуға мәжбүр болады. Бұл жерде біз шекспирлік драманы көреміз. Екі жауласқан лагердің ортасында қалған кейіпкерлер. Басқа әлемді, басқа фильмдерден қалай ажыратуға болады? Әрине, оның түсімен. Фильмде бірде-бір жылы түс жоқ. Бүкіл картина салқын көк және қара түстермен боялған. Бұл кадрларға суық, өлі, бірақ өте стильді атмосфера береді. 2003 жыл үшін мұндай визуалды шешім өте батыл қадам болды. Оған қоса былғары костюмдер, ауыр плаштар және заманауи қарулар, күміс оқтары бар тапаншалар фильмге ерекше эстетикалық аура сыйлады. Фильмнің соңына қарай біз вампирлердің ақсақалы Виктордың шын бейнесін көреміз. Бұл билік үшін бәріне баратын, тіпті өз қызындай көрген Селинді де алдап келген тиранның бейнесі. Фильм бізге мынадай сұрақ қояды: кім нағыз құбыжық? Түрі қорқынышты ликандар ма, әлде сырты жылтыр, бірақ іші іріген ақсүйек вампирлер ме? Неге бұл фильм маңызды? Жанрлардың синтезі. Бұл фильм готикалық хоррорды, заманауи экшн боевикті және саяси триллерді бір арнаға тоғыстырды. Франшизаның бастауы. Басқа әлем сәтті шыққаны соншалық ол тағы 4 сиквелдің пайда болуына себепші болды және тұтас бір кино әлем құрды. Кейіпкердің дамуы. Селин бұл тек ер адамдардың көлеңкесінде жүретін кейіпкер емес, ол өз тағдырын өз қолына алатын мықты әйел бейнесінің символы. Қорытындылай келе, егер сіз вампирлер туралы кинолардан тек қан емес, терең тарихты, кландар арасындағы соғысты және матрица стиліндегі эстетиканы іздесеңіз, басқа әлем сіз үшін нағыз эталон. Бұл мәңгілік түннің, мәңгілік махаббаттың және мәңгілік арпалыстың хикаясы. Тізіміміздің 8-ші сатысында біз алдыңғы екі фильмні мүлдем өзгеше, атмосферасы ауыр әрі қатал туындыға тоқталамыз. Егер Блейдте біз экшн көрсек, басқа әлемде готикалық романтиканы сезінсек, 30 күн түнек фильмі сізге вампирлердің шын мәнінде қандай болатынын көрсетеді. Бұл жыртқыштар, бұл аяусыз құбыжықтар. Фильмнің оқиғасы Алясканың ең шетінде орналасқан кішкентай қалашығында өтеді. Бұл жердің географиялық ерекшелігі сол, жыл сайын мұнда полярлық түн орнайды, яғни күн сәулесі тұп-тура 30 күн бойы көрінбейді. Вампирлер үшін бұдан асқан керемет жағдай бар ма? Режиссер Дэвид Слейд бұл концепцияны шебер пайдаланған. Көрерменде күн шыққанша әлі 30 күн бар, ал көмек келетін жол жабық деген сезім пайда болады. Бұл фильмді жай ғана хоррор емес, нағыз аман қалу триллеріне айналдырады. Бұл туындының ең басты жетістігі вампирлердің образында. Біз оларды ақсүйек, сымбатты немесе сөйлесуге келетін мақұлықтар ретінде көруге үйреніп қалғанбыз. Бірақ 30 күн түнектегі вампирлер олар адам емес. Олардың қарашығы жоқ қара көздері, акуланыкіндей өткір тістері және өздерінің түсініксіз түрпіде естілетін тілі бар. Олар адамдармен келіссөзге келмейді, олар рақымшылық жасамайды. Олар үшін адам тек ет пен қан. Бұл фильм вампирлерді өздерінің алғашқы
хайуандық табиғатына қайтарды. Олар өте жылдам, өте күшті және стратегиялық тұрғыдан ақылды. Джош Хартнетт сомдаған шериф Эбен Оллисон өз қаласын және әйелін қорғауға тырысқан қарапайым адам. Ол суперқаһарман емес, оның қолында тек мылтық пен балта бар. Фильмнің драмасы үміт үзілген сәтте адамның қандай қадамға баратынында. Фильмнің финалы кино тарихындағы ең әсерлі және қайғылы финалдардың бірі. Эбен өз қаласын құтқару үшін ең ауыр шешімді қабылдайды. Фильмнің түс гаммасы өте ерекше, аппақ қар және ондағы қып-қызыл қан. Бұл контраст көрерменнің көзіне қатты әсер етеді. Дыбыстық сүйемелдеу де жоғары деңгейде, боранның ысқырығы мен вампирлердің жан түршігерлік шыңғыруы фильмді қарап отырғанда денеңізді түршіктіреді. Мұнда ешқандай артық эффектілер жоқ, бәрі шынайы әрі суық. Неге бұл фильм үздіктер қатарында? Шынайы қорқыныш. Бұл скримерлерге емес, психологиялық қысым мен үрейге негізделген хоррор. Жаңа көзқарас. Вампирлерді романтизациялауды тоқтатып, оларды қайтадан қорқынышты құбыжыққа айналдырды. Драма. Қарапайым адамдардың шексіз қараңғылықтағы арпалысы мен басты кейіпкердің жанқиярлығы. Қорытындылай келе, 30 күн түнек. Бұл сіздің вампирлер әдемі болады деген ойыңызды бір жола өзгертетін фильм. Егер сізге нағыз қатал, қанды және атмосфералық кино керек болса, бұл туындыны айналып өту мүмкін емес. Бұл үміт сөнгенде пайда болатын ерлік туралы хикая. Егер алдыңғы фильмдерде біз вампирлерді жауынгерлер немесе жыртқыштар ретінде көрсек, 7-ші орындағы туынды бізге мүлдем басқа қырын ашады. Бұл вампирмен сұхбат. Энн Райс жазған аңызға айналған романның желісімен түсірілген бұл фильм вампирлер туралы кино жанрын түбегейлі өзгертті. Ол қансорғыштарды құбыжық деңгейінен алып шығып, оларды философиялық тереңдігі бар трагедиялық тұлғаларға айналдырды. Бұл фильмнің басты ерекшелігі оқиғаның баяндалу стилінде. Біз бәрін басты кейіпкер Луидің аузынан естиміз. Ол 200 жыл өмір сүрген вампир ретінде журналистке сұхбат береді. Фильм бізге мәңгілік өмір деген не деген сұрақ қояды. Көпшілік үшін бұл арман болып көрінгенімен, Луи үшін бұл бітпейтін азап, жалғыздық және жақындарының өлімін көруден тұратын қарғыс. Мұнда вампиризм физикалық күш емес, ол моральдық таңдау. Луи адам қанын ішпеуге тырысып, өз табиғатына қарсы шығады. Ол өзін өлтіруші ретінде қабылдай алмайды. Бұл оның ішкі драмасын тудырады. Фильмнің негізгі қозғалтқышы Лестад пен Луи арасындағы қарым-қатынас. Лестад харизматикалық, аяусыз және өз табиғатын сүйетін вампир. Ол үшін адамдар тек азық және ойыншық. Том Круз бұл рөлді өзінің үйреншікті, жақсы жігіт образынан шығып, нағыз демоникалық, бірақ тартымды кейіпкерді сомдады. Луи оның толық қарама-қайшылығы. Ол мейірімділік пен адамгершілікті сақтап қалуға тырысады. Олардың арасындағы тартыс бұл өмірге деген екі түрлі көзқарастың қақтығысы. Лестад Луиді өзіне серік болу үшін түрлендіреді, бірақ олардың әлемді қабылдауы ешқашан бір арнаға тоғыспайды. Кино тарихындағы ең қорқынышты әрі қайғылы образдардың бірі жас Кристен Данст сомдаған Клаудия. Лестад Луиді өзінің қасында ұстап тұру үшін кішкентай қызды вампирге айналдырады, бірақ бұл үлкен қателік еді. Клаудияның ақылы өседі, әйелге тән сезімдері оянады, бірақ оның денесі мәңгілік бала қалпында қалады. Оның "мен неге өспеймін, мен неге баса қыздар сияқты болмаймын" деп жылайтын сахнасы мәңгілік өмірдің қаншалықты қатыгез болатынын көрсететін ең мықты сәт. Ол екі ересек вампирдің қателігінен туған құрбан. Фильмнің декорациялары мен костюмдері көрерменді бірден 18-19 ғасырлардың готикалық атмосферасына алып барады. Ескі Париж, жаңа Орлеанның батпақты жерлері, вампирлер театры бәрі өте әдемі әрі үрейлі бейнеленген. Операторлық жұмыс пен музыка фильмге ерекше ақсүйектік аура береді. Неге бұл фильм үздік? Актерлік ойын. Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас және жас Кирстен Данст мұндай жұлдызды құрамды кездестіру қиын. Терең мағына. Бұл вампирлер туралы кино емес, бұл өлім, махаббат, күнә және кешірім туралы философиялық туынды. Ықпалы. Вампирмен сұхбат болмаса, біз сумерке немесе вампир күнделіктері сияқты романтикалық драмалық бағытты көре алмас едік. Бірақ бұл фильм олардың бәрінен әлде қайда салмақты әрі мағыналы. Қорытындылай келе, егер сіз вампирлер әлемін тек қантөгіс емес, үлкен өнер және философия ретінде көргіңіз келсе, бұл фильм міндетті түрде көруге тиіс шедевр. Бұл жанның мәңгілік шөлі туралы хикая.
Біз тізімнің ортасына келдік. Бұл жерде жай ғана вампир туралы кино емес, кино тарихындағы нағыз визуалды шедевр орналасқан. Бұл Брем Стокердің Дракуласы. Өкіл әке трилогиясының режиссері Фрэнсис Форд Коппола бұл тақырыпқа келгенде ол әлемді таңғалдыратын туынды жасауды мақсат етті. Бұл фильм вампирлердің атасы граф Дракуланың бейнесін түпнұсқаға жақын, бірақ өте терең сезіммен қайта тірілтті. Бұл фильмнің басты ерекшелігі оның түсірілу техникасында. Коппола 90-шы жылдардың басында компьютерлік графиканың дамып келе жатқанына қарамастан одан бас тартты. Ол фильмнің ескі кино стилінде болғанын қалады. Барлық эффектілер, көлеңкелердің өз бетінше қозғалуы, Дракуланың көздерінің аспанда пайда болуы, қанның су бұрқақ болып атылуы, бұлардың бәрі камералық айлалар, жарықпен ойнау және практикалық эффектілер арқылы жасалған. Бұл фильмге ерекше театрландырылған және сиқырлы атмосфера береді. Бұл фильм Дракуланы жай ғана қан ішетін құбыжық ретінде емес, құлаған періште ретінде көрсетеді. Сюжет бойынша Влад Цепиш, яғни Дракула құдайдан теріс айналады. Өйткені оның сүйіктісі Элизабетта өзіне қол жұмсайды. Ол ғасырлар бойы махаббатын іздеп қарғыс атқан күйінде өмір сүреді. Лондонда Мина Харкерді кездестіргенде ол өзінің қайта туылған махаббатын танып, оны өзінің әлеміне алып кеткісі келеді. Фильмдегі ең танымал сөз «Мен сізді табу үшін уақыт мұхиттарын кесіп өттім». Бұл жерде Дракула зұлымдық емес, ол өте жалғыз және шексіз сүйетін тұлға. Бұл рөлде Гарри Олдман өзінің актерлік шеберлігінің шыңына шықты. Ол фильмде бірнеше бейнеде көрінеді. Жас жауынгер Влад Цепиш, Трансильваниядағы өте кәрі, жүзі қатпар-қатпар граф, Лондондағы сымбатты жас ақсүйек, жарқанат пен қасқыр араласқан құбыжық. Оның дауысы, қозғалысы және киген киімдері әрбір деталь Дракуланың ұлылығын көрсетеді. Жапон дизайнері Эйко Ишиоко жасаған костюмдер фильмге Оскар сыйлығын алып берді. Дракуланың қызыл шапаны мен алтыннан тігілген киімдері кино өнеріндегі ең танымал киімдердің бірі. Дракулаға қарсы тұратын профессор Ван Хельсингтің рөлінде аңызға айналған Энтони Хопкинс. Мұндағы Ван Хельсинг біз үйренген суперқахарман емес, ол біршама біртүрлі, тіпті есі ауысқандай көрінетін, бірақ зұлымдықтың табиғатын жақсы білетін ғалым. Ван Хельсинг мен Дракуланың арасындағы ақыл-ой шайқасы фильмнің динамикасын ұстап тұрады. Неге бұл фильм үздік? Визуалды поэзия. Әрбір кадр бұл жеке картина, жарық, түс және көлеңке өте шебер пайдаланылған. Махаббат пен қорқыныш. Фильм вампиризмнің тартымдылығы мен оның жиіркенішті жағын қатар көрсете алады. Классикалық оқиғаны жаңарту. Бұл Брем Стокердің кітабына ең жақын адаптация бола отырып, оған жаңа эмоционалдық тереңдік қосты. Қорытындылай келе, Брем Стокердің Дракуласы бұл қорқынышты ертегі сияқты. Ол сізді қорқытады, баурайды және соңында басты кейіпкер үшін жылатады. Бұл сұлулық пен өлімнің, махаббат пен қарғыстың керемет симфониясы. Егер сіз нағыз эстетикалық рахат алғыңыз келсе, бұл фильмді қайта-қайта көруден жалықпайсыз. Тізіміміздің қақ ортасында, яғни 5-ші сатыда біз Голливудтың жарқылдаған экшн фильмдерінен алыстап, солтүстік Европаның, нақтырақ айтқанда Швецияның суық әрі терең туындысына тоқталамыз. Мені кіргіз. Бұл вампирлер туралы кино жанрын мүлдем басқа қырынан көрсеткен фильм. Мұнда сіз ұшып жүрген құбыжықтарды немесе жарылған ғимараттарды көрмейсіз. Мұндағы қорқыныш тыныштықта, ал сұлулық қайғыда. Режиссер Томас Альфредсон бізге 1980 жылдардағы Стокгольмнің шетіндегі сұрқай өмірді көрсетеді. Фильмнің басты кейіпкері 12 жасар Оскар. Ол өте жалғыз, мектепте қорлық көретін тұйық бала. Оның өміріне жаңа көршісі Элли есімді қыз бала кіргенде бәрі өзгереді. Бірақ Элли жай ғана қыз емес. Фильмнің басты ерекшелігі оның шынайылығы. Вампир болу бұл жерде ақсүйектік емес, бұл өте ауыр және лас жұмыс. Эллиге аман қалу үшін қан керек, бірақ ол бұл үшін қуанбайды. Ол мәңгілік 12 жаста қалған, бірақ іште өте кәрі әрі шаршаған жан. Фильмнің атауы вампирлер туралы көне мифке негізделген.
Вампир үй иесі шақырмаса есіктен кіре алмайды, бірақ бұл фильмде бұл ереже метафора ретінде қолданылады. Бұл біреуді өз өміріңе, өз жүрегіңе кіргізу туралы. Оскар мен Эллидің арасындағы байланыс бұл екі жалғыздықтың тоғысуы. Оскар үшін Элли оны қорғайтын күш, ал Элли үшін Оскар оның соңғы адамдық байланысы. Фильмде қан өте аз, бірақ ол көрінген кезде өте әсерлі болады. Ақ қардың үстіндегі қызыл қан бұл фильмнің басты визуалды коды. Режиссер ешқандай жылдам монтажды қолданбайды. Камера ұзақ уақыт бойы кейіпкерлердің жүзіне немесе қоршаған ортаға қарап тұрады. Бұл көрерменді сол суық әлемге толықтай батырады. Фильмнің соңындағы бассейндегі сахна кино тарихындағы ең үздік түсірілген сахналардың бірі. Ол жердегі дыбыстардың жоғалуы, су астындағы көріністер және Эллидің Оскарды құтқаруы бұл хоррор мен махаббаттың шегі. Бұл сахнада Эллидің қаншалықты қауіпті екені және сонымен бірге қаншалықты адал екені бір мезетте көрінеді. Неге бұл фильм маңызды? Жанрдың шекарасын бұзды. Бұл артхаус пен хоррордың керемет синтезі. Эмоциялық салмақ. Фильм вампир деген кім деген сұраққа емес, бізге біреу не үшін керек деген сұраққа жауап іздейді. Халықаралық мойындау. Бұл фильм соншалықты сәтті шықты, тіпті кейіннен Голливуд оны жаңа нұсқасын түсірді, бірақ түпнұсқаның атмосферасына жете алмады. Қорытындылай келе, мені кіргіз. Бұл жай ғана вампирлер туралы кино емес, бұл қатал әлемдегі мейірімділік пен достық туралы поэма. Егер сіз атмосфералық киноның жанкүйері болсаңыз, бұл туынды сіздің жүрегіңізде ұзақ сақталады. Бұл түннің ортасындағы жылулық сияқты. Фильмдеріміздің 4-ші сатысында біз хоррор жанрының шекарасынан шығып, нағыз өнер туындысына тап боламыз. Бұл тәуелсіз киноның королі Джим Джармуштың «Тек ғашықтар ғана тірі қалады» фильмі. Егер сіз вампирлер тек қан ішіп, адам аулайды деген стереотиптен шаршасаңыз, бұл туынды сізді мүлдем басқа әлемге, жоғары талғам, терең философия және мәңгілік сағыныш әлеміне алып барады. Фильмнің басты кейіпкерлері Адам мен Ева. Олардың есімдерінің өзі адамзаттың бастауына сілтеме жасайды, өйткені олар мыңдаған жылдар бойы өмір сүріп келеді. Бірақ олар біз білетін құбыжықтар емес, олар әлемдегі ең соңғы зиялылар, музыканттар мен ғалымдар. Адам Детройта тұратын рок-музыкант. Ол адамзаттың қазіргі күйіне қарап қатты депрессияға түскен. Ол адамдарды зомбилер деп атайды. Оның ойынша адамдар әлемді, табиғатты және өздерінің ұлы мәдениетін құртып жатыр. Ол тіпті өзіне өзі қол жұмсауды ойлайды. Ева болса оның толық қарама-қайшылығы. Ол тан жерде тұрады, өмірді сүйеді, әрбір кітаптың, әрбір жапырақтың қадірін біледі. Ол адамды құтқару үшін мұхит асып келеді. Бұл фильмнің ерекшелігі вампирлердің адам ауламайтындығында. Олар заманауи әлемде адам қанының лас екенін біледі, нашақорлық, аурулар, химия. Сондықтан олар ауруханалардан ең таза, жоғары сапалы қанды сатып алады. Бұл жерде вампиризм жай ғана қажеттілік емес, ол жоғалып бара жатқан ақсүйектің символы. Олар ескі әлемнің соңғы сақшылары сияқты. Джармуш бізге мынандай ой тастайды. Нағыз құбыжықтар қан ішетіндер емес, нағыз құбыжықтар өз мәдениетін бағаламайтын, соғыс ашатын және планетаны ластайтын зомбилер, яғни біз қарапайым адамдармыз. Фильмнің визуалды және дыбыстық қатары бұл бөлек әңгіме. Әрбір кадр бұл эстетикалық рахат. Адамның үйі толған көне аспаптар, винил пластинкалары, Никола Тесланың сызбалары, олардың киген киімдері, шаштары, бәрі олардың табиғатқа жақындығын және өте кәрі екенін білдіреді. Музыка бұл жерде басты кейіпкердің бірі. Ерекше рок пен шығыс мотивтерінің қосындысы фильмге гипноздық әсер береді. Сіз фильмді көрмейсіз, сіз оның ішіне батып кетесіз. Фильмнің тыныш, медиативті ағынын Еваның сіңілісі Ава бұзады. Ол жас, жабайы және жауапсыз вампир. Ол заманауи тұтынушы, қоғамның вампирлік нұсқасы сияқты. Оның келуі кейіпкерлерді қауіпке итермелеп, олардың тыныштығын бұзады. Бұл ескі интеллектуалды дүние мен жаңа ойсыз дүниенің қақтығысы. Неге бұл фильм үздік? Интеллектуалды хоррор. Мұнда қан мен айғай жоқ, бірақ мұнда уақыттың өтуі мен жалғыздық туралы терең үрей бар. Актерлік ансамбль. Хейтлстон мен Суинтонның арасындағы химия соншалықты шынайы, сіз олардың шынымен де ғасырлар бойы бірге болғанына сенесіз. Стиль. Бұл бүкіл тізімдегі ең стильді, ең крутой фильм.
Қорытындылай келе, тек ғашықтар ғана тірі қалады. Бұл мәңгілік өмір туралы емес, бұл мәңгілік құндылықтар туралы. Джармуш бізге, егер әлем құрдымға кетіп бара жатса, бізді тек махаббат пен өнер ғана құтқара алады деген хабарлама қалдырады. Бұл түнде жақсы құлаққаппен көруге арналған фильм. Біз үздік үштікке табан тіредік. Үшінші орында кино тарихындағы ең батыл, ең күтпеген және ең жынды фильмдердің бірі. Бұл күн батқаннан таң атқанша. Егер сіз бұл фильмді бірінші рет көріп отырсаңыз, орта тұсына келгенде мен басқа кино қосып алдым ба деп таңғалуыңыз әбден мүмкін. Себебі бұл туынды екі түрлі жанрдың мінсіз қоспасы. Фильмнің сценарийін Квентин Тарантино жазған, ал режиссерлік тізгінді оның жақын досы Роберт Родригес болды. Фильмнің алғашқы жартысы бұл нағыз қылмыстық триллер. Ағайынды қылмыскерлер Сет және Ричи Гекко банк тонап полициядан қашып Мексика шекарасына өтуге тырысады. Олар діни қызметкер мен оның балаларын кепілге алып шекарадан өтеді. Көрермен бұл криминалдық оқиға стиліндегі жол жөнекей кино деп ойлап отырғанда бәрі күрт өзгереді. Олар Мексикадағы Титти Твистер атты байкелер барына тоқтайды. Түн ортасы ауғанда баяу билеп жүрген бишілер мен бармендер кенеттен аяусыз вампирлерге айналады. Бұл кино тарихындағы ең танымал сюжеттік бұрылыстардың бірі. Бұл фильмді айтқанда Сальма Хейктің басты вампир биші ретіндегі бейін атап өтпеу мүмкін емес. Бұл сахна эстетика мен үрейдің шыңы. Ол өте сұлу, өте тартымды, бірақ бір сәтте оның бет әлпеті құбыжыққа айналып, адамдарға шабуыл жасағанда көрермен шок алады. Бұл сахна вампирлердің алдамшы сұлулығын керемет көрсетеді. Родригес пен Тарантино бұл жерде классикалық европалық вампирлерден бас тартты. Мұндағы вампирлер ацтектердің ежелгі мифологиясына негізделген. Олардың түрі жартылай жарқанат, жартылай бауырымен жорғалаушыларға ұқсайды. Олар өте жеркенішті, жарылыспен өледі және оларды өлтіру үшін кез келген затты пайдалануға тура келеді. Бұл фильм Джордж Клуниді үлкен кино әлеміне алып келді. Оның Сет Гекко рөліндегі суыққандылығы мен салқынқанды әзілдері фильмге ерекше стиль береді. Ол нағыз антиқаһарман. Ол жақсы адам емес, бірақ құбыжықтарға қарсы соғыста ол біздің жалғыз үмітіміз. Оның қолындағы қасиетті су мен тапаншасы қанды қырғынның басты құралы. Неге бұл фильм маңызды? Батылдық. Бір фильмнің ішінде екі мүлдем басқа жанрды біріктіру үлкен тәуекел еді, бірақ ол өзін ақтады. Юмор мен қан. Фильмдегі қаталдық өте көп, бірақ ол қара юмормен араласып киноны көруді жеңілдетеді. Культтық статус. Бұл фильм 30 жылдардың символы. Ондағы диалогтар, музыка және стиль әлі күнге дейін поп мәдениетте өмір сүріп келеді. Қорытындылай келе, күн батқаннан таң атқанша бұл нағыз адреналин. Ол сізге философия айтпайды, ол сізді қорқытып, сосын күлдіріп, соңында бұл не болды өзі деген таңғалыс қалдырады. Егер сізге вампирлер туралы ең көңілді әрі ең қанды экшн керек болса, бұл сіздің таңдауыңыз. Біз тізімнің ең биік шыңдарына жақындадық. Екінші орында бүгінгі біз білетін хоррор жанрының атасы. 100 жылдан астам уақыт өтсе де әлі күнге дейін адамның зәресін алатын туынды Носферату. 1922 жылы жарық көрген бұл неміс шедеврі болмаса, бәлкім қазіргі вампирлер туралы кинолар мүлдем басқаша болар еді. Бұл тарих, бұл аңыз, бұл таза қорқыныш. Фильмнің тарихының өзі бір шытырман оқиға. Режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау Брем Стокердің Дракула романын экрандағысы келді. Бірақ жазушының жесірі авторлық құқықты беруден бас тартты. Мурнау берілмеді, ол кейіпкерлердің есімін өзгертті. Дракула граф Орлук болды. Вампир сөзін Носферату деп ауыстырды және оқиға орнын басқа жаққа көшірді. Фильм шыққаннан кейін Стокердің отбасы сотқа беріп жеңіп шықты. Сот шешімі бойынша фильмнің барлық көшірмелері жойылуы тиіс еді. Бірақ бақытымызға орай бірнеше көшірме сақталып қалып, бізге кино өнерінің алтын қоры ретінде жетті. Егер сол көшірмелер сақталмағанда, біз вампирлердің кинодағы алғашқы бейнесін ешқашан көре алмас едік. Граф Орлуктың рөлін сомдаған Макс Шрек кино тарихындағы ең жұмбақ актерлердің бірі. Оның гримі мен бейнесі ол кездегі көрермендерді соншалықты шошытты. Тіпті Шрек шынайы вампир, ол тек түнде түсірілімге келеді деген аңыздар таралды. Кейіннен бұл аңыз вампирдің көлеңкесі атты жеке фильмге арқау болды. Орлук бейнесі біз үйренген сұлу вампирлерді мүлдем алшақ. Оның құлақтары ұзын, тістері алдында, саусақтары тармақталған және ол оба ауруын тарататын егеу құйрықтармен бірге жүреді. Ол өлімнің өзі. Оның кадр
кадрда пайда болуы, қозғалысының баяулығы мен суықтығы көрерменге психологиялық қысым жасайды. Мурноу экспрессионизм стилін шебер қолданды. Фильмдегі ең танымал кадр орлықтың баспалдақпен көтеріліп бара жатқан көлеңкесі. Бұл визуалды метафора. Вампирдің өзі көрінбесе де, оның қараңғылығы мен ықпалы бөлмеге бірінші кіреді. Жарық пен көлеңке арқылы үрей туғызу техникасы дәл осы фильмнен басталды, және кейіннен бүкіл нуар мен заманауи хоррорларға негіз болды. Білесіз бе, вампирлердің күн сәулесінен күйіп кететіні туралы мифті дәл осы фильм ойлап тапқан. Брем Стокердің кітабында Дракула күндізде жүре алатын, тек күші азаятын, ал Мурноу киноға драма қосу үшін вампирдің күннің алғашқы сәулесінен күлге айналатынын көрсетті. Бұл деталь кейіннен вампирлер туралы бүкіл әлемдік фольклор мен киноның ажырамас бөлігіне айналды. Неге бұл фильм екінші орында? Іргетас. Бұл жанрдың бастауы. Сіз көріп жүрген кез келген вампир фильмінде Носфератудың ДНК-сы бар. Атмосфера. Тіпті қазіргі 4К форматтағы фильмдерде 1922 жылғы осы ескі таспадағы қарапайым қараңғылық беретін қорқынышты бере алмайды. Визуалды эстетика. Бұл таза өнер. Әрбір кадр бұл экспрессионистік картина. Қорытындылай келе, Носферату бұл уақытқа бағынбайтын туынды. Ол дыбыссыз болса да, оның үрейі айғайдан да қатты естіледі. Егер сіз нағыз киноман болсаңыз және вампирлердің қайдан шыққанын білгіңіз келсе, бұл фильмді көру сіздің міндетіңіз. Міне, біз шыңға жеттік. Тізіміміздің абсолютті чемпионы, миллиондаған көрерменнің жүрегіне орын алған және вампирлер туралы ең үздік экшн фильм Ван Хельсинг. Режиссер Стивен Соммерс 2004 жылы классикалық хоррор кейіпкерлерін біріктіріп, нағыз кино жарылыс жасады. Бұл фильм вампирлер, қасқыр адамдар және Франкенштейн құбыжығы бір әлемді тоғысқан ұлы синтез. Хью Джекман сомдаған бұл кейіпкер біз бұрын көрген қарт профессор Ван Хельсинг емес, бұл Ватиканның жасырын тапсырмаларын орындайтын, өткен өмірін ұмытқан жұмбақ әрі өте қауіпті аңшы. Ол құдайдың сол қолы. Джекманның харизмасы бұл рөлде жарқырап көрінді. Оның әрбір қадамы, әрбір соққысы және заманауи технологиялар мен автоматты арбалет, күміс қарулармен жабдықталған соғыс стилі көрерменді экранға байлап тастайды. Бұл фильмдегі Дракула кино тарихындағы ең харизмасы мықты зұлымдардың бірі. Ол жай ғана қансорғыш емес, ол өте стильді, ақылды, текті және қатал патша. Оның басты мақсаты өзінің өлі туған миллиондаған балаларына жан бітіру. Осы арқылы ол бүкіл әлемді жаулап алғысы келеді. Дракуланың үш әйелі, Алира, Верона және Маришка, олардың бейнесі де өте ерекше жасалған. Олардың сұлу әйелден жан түршігерлік ұшатын мақұлықтарға айналуы 2004 жыл үшін нағыз визуалды революция болды. Фильмнің бюджеті сол уақыт үшін орасан зор, $160 миллион. Бұл қаржы әрбір кадрда сезіледі. Будапештің ескі көшелері, Дракуланың мұзды қамалы, Франкенштейннің зертханасы, декорациялары мен CGI эффектілері фильмге ертегідей, бірақ өте қауіпті атмосфера сыйлайды. Әсіресе Ван Хельсингтің қасқыр адамға айналу сахнасы мен оның Дракуламен соңғы шайқасы экшн жанрының нағыз эталоны. Ван Хельсинг бұл тек төбелес емес, бұл өз тағдырымен күрес туралы хикая. Басты кейіпкер Габриэль өзінің кім екенін білмесе де, зұлымдықпен соғысуды тоқтатпайды. Валерус әулетінің соңғы өкілі Анна Валеруспен бірге ол өз отбасының қарғысын жою үшін жанын салады. Фильмнің соңындағы трагедиясында жеңіс әрқашан қуаныш әкеле бермейді. Кейде ол үлкен құрбандықты талап етеді деген терең ой жатыр. Неге бұл фильм бірінші орында? Эпикалық деңгей. Бұл вампирлер туралы ең ірі, ең ауқымды блокбастер. Актерлік ойын. Хью Джекман мен Кейт Бекинсейлдің дуэті өте керемет. Олардың арасындағы химия мен драма фильмді жай ғана хоррордан жоғары көтереді. Мифология. Режиссері барлық классикалық құбыжықтарды бір сюжетке шебер сыйғыза алды. Сағыныш. Бұл фильм көпшілігіміздің балалық шағымызда немесе жастық шағымызда ең үздік кино болып қалды және әлі күнге дейін өз биігінен түскен жоқ. Қорытындылай келе, Ван Хельсинг бұл нағыз кино мереке. Ол сізді баурап алады, қорқытады, тамсандырады және соңында үлкен әсер қалдырады. Бұл вампирлер туралы түсірілген ең үздік шытырман оқиғалы туынды. Егер сіз нағыз адреналин мен сапалы кино іздесеңіз, Ван Хельсинг әрқашан бірінші орында қала береді.
Міне достар, біз сіздермен бірге мәңгілік түннің сақшылары мен қансорғыштар әлеміне жасаған үлкен саяхатымызды аяқтадық. Бұл 10 туынды бізге бір нәрсені ұқтырды. Вампирлер туралы кино бұл жай ғана қорқыныш емес. Бұл махаббат пен сатқындық, ақсүйектік пен хайуандық және ең бастысы өлім мен өмірдің арасындағы нәзік шекара туралы хикаялар. Уақыт өтсе де, технология өзгерсе де, бұл кейіпкерлер біздің экрандардан ешқашан жоғалмайды. Өйткені әрбір қараңғылықтың өз тартымдылығы бар. Бүгінгі біздің таңдауымызға қалай қарайсыз? Сіздің ойыңызша бұл тізімде тағы қай фильм болуы керек еді? Бәлкім сіздің сүйікті вампиріңіз басқа шығар. Пікір бөлімінде өз ойыңызды міндетті түрде жазып кетіңіз. Мен әрқайсысын оқитын боламын. Егер бүгінгі видео сізге ұнаса, арнаға қолдау ретінде лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздің әрбір белсенділігіңіз біз үшін жаңа, сапалы контент жасауға үлкен мотивация. Ал алда бізді бұдан да қызықты, бұдан да ауқымды жобалар күтіп тұр. Кино әлемінің құпиялары мен қызықтарын бірге ашуды жалғастырамыз. Сіздермен болған кино шоу кезі келесі кездескенше.